денсаулыққа пайдалы әрі қолжетімді шайлар жасалатынын білдіңіз бе? Бүгін біз Сағат компаниясының өндірісіне келдік. Осыдан 3 жыл бұрын біз өзіміз осы компанияны ашуға жоспарладық. Бізде қазір 11 түрлі шай бар, кита шайдың 11 түрі бар. Содан кейін хлорелла қазір шығарып жатқан, өздеріңіз көріп отқан. Бұл таблетка ретінде, бұл БАДы ретінде жүреді. Одан кейін сұңғыла тамырынан бізде основной продукция. Содан шай шығарып жатыр. Бұл сұңғыла тамыры деген негізі шет елге тасылып жатыр көбісі. Экспортқа кетіп жатқан нелер, өсімдіктер, тамырлар. Соның көп мөлшерін біз өзімізге Қазақстанға алып қалып, өзіміз жасап, өңдеп, халыққа қазір таратып отырмыз осыны. Шамамен айына орта есеппен әр продукция бір 5000-6000 штуктан шығып, 15 қалада дүкендеріміз бар. Алматы, Астана, бүкіл қалада бар. Қарасаядан әлі ашқан жоқ, май айында жоспарлап отыр. Болашақта экспортқа, дайын өнімді экспорттауға миссиямыз сол. Физически экономикалық бірлестіктің несі бар, сертификат соответствия бар, СГЛ дейді, былайша айтқанда EAS. Бұл Евразия одақ мемлекеттердің бәріне жүреді. Әр сертификат шамамен бір 7 айына 8 айдай испытаниядан өтіп, лабораторный испытаниядан өтіп, сынақтардан өтіп, сөйтіп барып алынған дүние.